Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін сметаник пирогын жасайтын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі дәмі ауызда ериді. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше жұмысты бастайық. Бізге қамыр дайындау үшін сары май, қант, қопсытқыш, ұн және бір дана жұмыртқа керек. Сары май міндетті түрде холодильниктен шығуы керек. Таза ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз және қопсытқышты саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сары майымызды саламыз, видеодағыдай етіп араластырамыз. Үстіне бір дана жұмыртқамызды саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, қамырды тындырып, иіндіріп, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осы орайда айта кететін болсам, сіздерге айтар кеңесім, заказға болсын, қонаққа болсын, тіпті сыйлыққа беруге де болсын, осы сметаник пирогын жасауыңызға болады. Дәмі өте бір күшті, ауыз сөзбен жеткізе алмаймын ғой. Дәмі бір андай испанский чизкейктер бар ғой. Дәмі тура бір соған ұқсас келеді. Маған ұнайтын пирогтардың ішінде осы сметаник пирогы қатты ұнайды. Бұл пирогты өтпей қалады-ау, сатылмай қалады-ау деген ой мүлде қызықтырмайды ғой. Бірақ бұнда сіз кішкене сметаник сұйықтау болады ғой, сол кезде абайлап газдан алып және салғаныңыз жөн. Сақ болыңыздар, алдын ала айтып қояйын. Піскеннен кейін ол сұйық болады. Қорқып қалмаңыздар, неге мынау піскеннен кейін сұйық болып жатыр деп. Өз формасындай ұстайтындай қалыпқа түсуі ол көп 1-2 сағат немесе 3-4 сағатқа қойып қойсаңыз жақсы болады. Ендеше көп созбай қамырымызды холодильникке жібереміз. Бұл қамырды 20-30 минутқа жіберсеңіз болады, яғни сіз начинкаңыз дайын болғанға дейін қойып қоямыз. Начинкамызға өздеріңіз білетіндей сметана керек, яғни қаймақ керек. 20% болса 20%-тен төмен алмаймыз. 20% болса сіздің қаймағыңыз, онда кукурузный крахмал саламыз. Ал егер сізде 30% болса, онда бір қасықтай жеткілікті кукурузный крахмал. Кішкене салып жіберсеңіз болады. Бір қасықтай толтырмай салыңыз. Оның үстіне 4 жұмыртқамызды саламыз. Менде үйдің жұмыртқасы болған соң сметаник сарғыштау болып пісті. Оның үстіне қант саламыз және кукурузный крахмал саламыз. Мен 2 үлкен қасық салдым. Бұл начинкамызды миксермен былғамаймыз, шайқамаймыз, тек қана венчикпен араластырамыз. Шаңғышқымен де араластыруға болады. Және дәмін кішкене келтіру үшін ванилин саламыз. Ол міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша мен дәмін келтіру үшін салып жатырмын. Пешімізді қыздыра берсек болады. Ең төменгі градусқа қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Формамызға келтіріп, қамырымызды жаямыз. Мен 2-ге бөлдім. Немесе бөлмей, осылай дөңгелек етіп жайып, табаның үстіне қойып, орналастырсаңыз болады. Мен бортикке жасайын деп тұрмын. Бетіне түрлі оформление жасасаңыз болады. Бірақ көбіне сметаникті бетін ашық қалдырады, бетіне ешқандай да жауып істемейді. Стаканмен қамырымызды түзеп аламыз. Начинкамызды құямыз. Табаға салып жатқан кезде сақ болыңыздар, төгіліп кетпесін. Начинкаға мейіз немесе шие араластырсаңыз болады. Бізде пирог дайын. Менде осындай стикер шықты. Ендеше сау саламатта болыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің инстаграмыма тіркелуді ұмытпаңыздар.